Егер де сен де мен секілді жорстқы схемамен билеп жүргің келсе, онда саған 1x бет. Төмендегі комментарийдегі сілтеме бойынша мен промокодымды жазсаң, өз шотыңа 35 теңге аласың. Енші go достар, go. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге өткізеді. Ал достар, бүгінгі видеода біздер дейтін өздеріңіз көргендей тәкені ал боламыздағына пикке түсіп бәрінің ізден қуып жүріп өлтіретін мабыз енше тәкеден абортырған шары енше Тимурымызды алдық. Ал енше катымызға кәттік. И достар, мінеке біз дейтін үшім рейтингке отрядқа қарсы еттік, жындан дұрсап ал пикке түсін деп отыр. Достар, вообще мына қорқыныш топтары если дейтін пикке түсіп отрядқа қарсы ойнап отырмын, басқа біреу спас там ближний оружие болса мен құрдым деген сөз, немесе басқа біреу дейді түйім. Басқа біреу болса ештеңе емес, турдүйім деді Тимур болып маған жалып кетсе вообще оған деп тұрсыздар. Ну, фабриканың үстіне түсуге бар еді, бірақ та фабриканың үсті вообще опасный, өйткені отрядқа қарсы ойнап отырмын, әрі фабриканың үстіне түсем деп видео түсірсем қызық емес, өйткені ол дейтін күнде көріп жүрген нәрселеріңіз. Так, достар, так. Все, ортадағы үйге кіреміз, достар, ортадағы үйде жорстқы луттар болады. Енді мен басқа мен өлтіріп кетпеу үшін сол луттарды жинап аламын, потому что қолмен келсін деп та, ол да маған қолмен келсін, мен де оған қолмен бірден деп, мен атпаймын да. Ну, ататын кезде болып қалуы мүмкін, потому что отряд қарсы ойнап отқандықтан. Так что көреміз, арбалет, изи арбалет. Біреу. Ата! Ема екі хет кетіп қалды, маған 2-3 хет кетіп қалды. Достар, бір отрядты қарам болды әзір, сол кезде құлақтан өлген отрядтың ощущениесі қалай болады екен. Ощущение деген не екен өзі. Так, комментке жазып кетіңіздер. Достар, вообще прям жестко ойын деп тұр. Мен де үш андай қып қалып қойды. 2012, айс. Ну, достар, басында қандай шлем болса да, ол шлем құтқара алмайды. Өйткені менде Тимур толықтай дамыған, 550 қып алады, басқа тесі. Вообще дезуалс негізі достар. Бірақ та сіздерге контент болсын, сіздерге қызық болсын, контент пошел болсын деп түсіріп атым. Так, достар. Что-то келмей жатыр, достар, ешкім раш жеткісі келмейді. Ішінде Тимур бар екен білді ау. Мана адам, походу, 3 адам қалды, сол үшеуі менен кек алу үшін келетін шығар. Енді үшеуін де қырып тастасам, вообще жестко дейін деп тұр, достар. Так, достар. Опа, біреу келді. Біреу. Изи, достар, әлі бәрін өлтірдік. Так, керек емес бәрі. Скаралатын если мен челлендж орындап отпасам. Челлендж емес, достар. Сіздер просто қызық үшін. Челлендж болса, ол дейтін қандай да бір мақсат болу керек, там 5 адам өлтіру керек, топ 1-ге кіру керек деген сияқты. Бірақ та мұндай күймен топ екеу, біреу, ай, ойбай, ладно. Енді достар, мен дейтін сіздерге қайта самолеттен келатқанын көрсете бермейін деп, жерге түсе салысымен қызу атыс кезінде үстінде бет, өшім екеуі бір. Опа, ай, достар, енді мынау отрядмен жүр, мен отрядтары автомат тапқан, мына бейшара лут жетпей аған, сонымен қалмай қойып жүрмін әйтеуір. Так, достар, опа, тоқта, братан. Так, атпайым, пока что атпайым. Достар, мен автомат қолданып кетеді сияқтым, өйткені малар мен нервыма тиіп кетіп жатыр. Так, не алды. Нома, давить етіп сайын. Өйткені достар, неге өліп давить еттің өңпеймен қолмен ұрмайсың ба десем, өйткені епін алып болғым керек, достар, Мигелім бар, мен білесіздер, адам өлтірсе сексе, опа, так, мынау келді ма? Біл. Не, әңгімең опа, изи, достар, не, әңгімең көрмеді. Бала, кейін етерсің, так. Мүмкін айтпассың, так, айтпассың. Мен вообще жүгіріп атып сөздер шатастыр. Опа, аптешка изи, достар. 2 сцена бар. База жоқ, так, анау бізге қарай келатыр. Ойбай, екеуім. Мәне саған, достар. И ананы атам мен, достар. Ананы атпасам болмайды. Өйткені мен өлем, достар. Так. Достар, мен ананы атпасам өлетінен не керек сіздерге? Мен өліп қалып, одан мен өліп қалғанға қарағанша лучше асып тісте қояйын дедім, бейшара болды. Достар, енді пикте жалып кеткен шығарсыздар, бірақ әңгіме одан емес, шетселшіге ауысып кетті, Бразилия түсем ба деп отқан, бірақ та самолеттер осы зданияның үстіне өтетін болғандықтан осыған түсіп, енді осы жерде бір от души бір күшіміз сынайық деп шештім. Там енді сканерді қарасам 3 адам түсіп жатыр мынаның үстіне. Енді 4-еу деп өзім, анау шетке түсіп кетті, база жоқ. Енді істейміз, достар, мынау тағы қойды. Мен көрмей аған екен, жайт, достар. Мына екеу бір-бірімен атысын, төбелесін, мен біреуін өлтіріп жет, онан граза шықса жестко дейін, достар. По-братски граза, май.
Так, все, берги. Так, мынаны өлтірем ба? Так. Так, о, тағы удар. Тағы бір удар. Оп. Тағы удар бір. Ай, менде Антонио достар, достар, мен Антонио алғаным жақсы болды. Өйткені менде 200 қып емес, 225 қып еді. Базар жоқ. Енді достар, мына жерден түсіп жалғастырам ба? Егер жалғастырсам, сіздерге не істейтінін көрсем. Мына жақтан қалай түседі? Мына жақтан қалай түседі? Сен біреуді ұнатарсың, сені біреу тағы ұнатар. Өмір ақ пен қара, өмір бақ пен нала, өмір деген қуаныш пен. Бұл жерден түсу мүмкін емес екен. Ладно, бізге рейтинг попик маңыз емес, сенше шығамыз. Жалғастырамыз, видеоны не істейміз енді. Аян келгенше жан. Не должен был ойлай қазір қойдыр. Қатып кетті ғой. Ие бізге қой. Машинамен қалып мен атып жүрміш. Большой күшті оның. Алдына келді ма? Алдыңа келді ма? Көт біреу. Ол пофиг кресло. Озан түсет біреу. Ол нелер жоқ аян. Ұш. Сен де жаққа түсті. Уш, мен біреуін қорттым, но біреу қортты. Мен өлтіріп отыр. Аян. Қазір барам. Күт, баратым. Біреуін қорттым. Жетсің, үшім бар. Осы кезде достар, мен дейтін үшім қолмен өлтірем ба деген, бірақ та вәші шанс болғандықтан автомат қолдануға тура келді. Ал достар, бүгін сіздерге қызықты видео жасауға өте қатты тырысқаным көрініп тұр деп ойдаймын. Сондықтан лайкпен бағалаңыздар. Ал мен кеттім, жаңа сезон басталды, рейтинг көтерейін достар, көтерейін. И сіздермен бірге болған ADS-KZ. Вот, не келінді алдым, енді конкретің oldu. Давайте, пока.